Жаздың ыссы күндері ауқат жей алмайатқан болсаңыз, Айнұр Әлиевамен біргелікте домашний пицца істейміз. Қамырының босылығын айтайын ба, я пиццамның мазалылығын айтайын ба? Айнұр Әлиеваның осы рецептімен істесеңіз, сіз үшін тек қана өзіңіздің пиццаңыз мазалы болып шығады. Халал, сенімлі, асыл фархат колбасамызды аламыз. Розметка қызлар сенімлі болғаны жақсы. Бұл үстімізге песокты, дрожжды хамде сары майды құйып, үстіне ұнды салып аламыз. Есіңізден шықпасын, ұнның үстіне нан соды менен тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Қызлар, қамырыңыз қатты болса шейкі болып қалады. Сол үшін боп-бос осындай қамыр иле. Ұнның орнына семчкі майменен илегеніңіз жақсы бола береді. Қолыңызға жабыспайды. Осындай жапысқақ қамырды илеп ашытуға жібереміз. Ярым саатта ашып шықты. Ашып шыққан қамырымызды кішкене зуалаға бөліп, манный крупа сеуіп, үстіне жақсылап жайып аламыз. Аңсатлау болады. Жаздың ыссы күндері білемен ауқатларыңыз өтпей жатырды. Сол үшін балаларыңызға осындай ажайып сенімлі колбаса менен асыл фархаттың істеп берсеңіз, қызлар енді зор болады. Мен тек сыр менен колбасадан пайдаландым. Өзіңізге помидор, хамизат салсаңыз енді қатты мазалы болады ғой. Духовкеге осылайынша саласыз, 20 минутта пісіп шығады. Уже пісті деген кезіңізде үстіне қайттан сыр қойып, қайттан бір духовке салып алсаңыз, осылайынша мощный болып шығады. Айнұр Әлиеваның рецептлері ұнаса, подписка басып, хамде достарыңызға жіберіп қойың.